Осымен көзетініміз 25 май Бесінеуға жалдаған тамадас ұнамай қалды. Ассалаумағалейкум, қымбатты инсан достар. Мен бүгін арнайы Амангелді Иманов атындағы лицейдің түлектерінің кешін басқардым. Түлектер, кеш ұнады ма? Көңіл-күй қалай? Өтпей қалды. Жаңа жыртып атыр ек қоя? Негізі мықты әзілді ойнағанбыз бұрын, қатты өткен. Әли, бергеш бер. Кім хабарлады? Беркен, не деп хабарладың сен? 25 май мектептен түлекте бітеген кезде жалдаған тамадас ұнамай қалды деп қабыл. Кімге ұнамай қалды? Оқушыға ұнамай қалды. Кім ұнамай қалды? Тамада ұнамай қалды. Сен құртқасың ғой, бәленің бәрін. Бәтші Негізі хабарлапсың. әзіл не үшін өтпей қалды деп ойлайсың сен? Сені онша ойнап шықпанда сен іздеуізде емессің, содан кейін Біз өтпей ойнай қалды. қалдық. Хабарлауында әңгіме жоқ дейді, сендер онша Жоқ, ойнамадың. негізі сен дұрыс хабарлай алмай қалдың, Али. Бүйтек, қанат сен бір әзіл хабарла, мен ойнап берейін. Иә. Сонымен көреміз достар, баршамыз күтіп жүрген Шапалақ шоу бағдарламасы. Басым ойнап күттің! Сонымен жалғастырамыз. Ауылды жерде той болған кезде, той болғаннан кейін ауылдың тойдың қызықтарын айтып жататын апаларымыз жатыр. Осында бір бөлме болатын. Өлә, Елмира. Ұят, өлім анау. Не болды? Дастарханды не деп жайған ана бәлілер. Ай, қазысы бар ғой, қазысы. DVD-дің дискісінен жұқа. Өлә, ят болды, көрді. Молда қып турамай ма? Айуан екен. Өлә, мұна кімнің аяғы мұна келді? Бағана DVD-дің дискісін істейін деп протезді сындырып алдым ғой. Қойш, Айжамал. Әзіл айтпаңдар, жатып ал. Өлә, одан кейін бар ғой. Негізі бұныңше, ана бірінші қатынның қолы гүледі. Сол дастарханды өлтіретін. Мына екінші қатын алып оңбай қалды ғой бұл. Екінші қатын дұрыс емес шықты не? Дұрыс емес. Онсыз яны оқытып аған дей ма? Бұны бір бәле дейді ғой. Екінші қатын оқытып алмаған ей. Оқытып аған ей. Өткенде анау татар кемпірдің алдында качественный сүйретіне ине тығып тастаған көрдім ғой мен. Ақшолақ жақтап сондай кемпір бар екен ғой. Сен ол дуа кешінің алдында неғып отырсың сен онда? Татар кемпірдің алдында неғып отырсың сен? Не жұмысың бар? Өлә, оны қойшы, ана екінші қатынан туған бала бар ғой, сол некесі туылды ғой. Қой, өталақтама. Некемен туылды, Некемен туылды, үйленгеннен кейін Некесіз туылды ма? О бала ше, некесіз туылды ғой. Қайдан білесің сен? Мен ғой со бала. Өлә! Рахмет, сонымен жалғастырамыз. 2555 жыл Тараз қаласында экскурсия жасап жүрген туристер. Қош келдіңіздер. Мынау Тараз 2000-дағы батыр бабаларымыздың кесенесі. Бұлай қарай 500 метр жүрсеңіздер, Бория бабамыз жатыр. Дәу боп. Нау кім кесенесі нау? Бұл Файзулла бабамыздың кесенесі. Ана Файзулла деген анау, көбілтім қайырге тоқтаса сөйерге жерлеңдер деген екен ғой, сол ма? Көбілтімен қос. Өш жерге бірге кетті ма? Көбілтімен қосып келе жібердік. Жатыр ғой. Әлі от алып тұр дейді ғана көбілтім. Ой, бірмай. Деп. Өте мықты кісі болған дейді. Шабандоз болған. Мынау кім несі мынау? Мен тексіңді сонда... Бүйір Армани бабамыз жатыр бүйірде. Көрінбей қапты ғой? Қазір жыбырлап аняқа кетіп қалған ғой. Діріл. Жердің астымен аралап жүреді, тынбайды. Вибрация сақ дірілдеп кетіп қалады да, Жоқ. Не қылатын да? Цемент араластырады. Анау кім қайда сонда? Колобок ағамыз қайда? Елдос Колобок. Колобок бабамыз тірі ғой әлі. Қой? Ой, гиф ойнатам өлмеймін деп отыр ғой.